Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін Жансая, бүгін сіздерге керемет жұмсақ болып шығатын манный крупадан шелпек жасап көрсететін боламын. Ең алдымен тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Бізге керекті 300 мг жылы су, 2 ас қасық құм шекер, 1 ас қасық дрожь және 1 шай қасық тұз. 100 грамм манный крупа кішкене араластырып жібереміз. $400-450 граммдай ұн керек. Аз-аздан салып отырып илейміз. Себебі ұндар әртүрлі. Кейбір ұндар суды жақсы сорады, кейбір ұндар суды жөнді сормайды. Сол себепті осылай аз-аздан салып отырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді басқа ыдысымызға сұйық тамызып жіберіп, жаңағы илеген қамырымызды саламыз. Бетін майлап осылай. Бетін пакетикпен, күленкімен жауып қоямыз. 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп, ашуы керек. Ашыды, көтерілді. Енді кішкене ғана сұйық майды қолымызбен майлап алып, қолымызды шелпектің көлемінде алып, бөліп 7 шелпек шығарамыз. Шығардық. Енді тағы да бетін күленкімен жауып қоямыз. 10 минутқа. Он минут болды. Зуалалап қойған қамырымыз көтерілді. Бір қамырымызды алып, қалғандарын тағы да беті қаязып, кеуіп кетпеу үшін күленкімен жауып қоямыз. Қолдың көмегімен жайсаңыздар болады осылай, немесе оқтаумен жайсаңыздар болады. Қатты жұқағып жібермеңіздер. Табамызды отқа қойып, үстінен сұйық май құямыз. Шелпегіміз бататындай етіп. Майымыз қызған соң шелпегімізді саламыз. Шелпек салған кезде отты орташа отқа қойыңыздар. Қатты отқа қойсаңыздар шелпектеріңіз күйіп кетеді. Шикі болып қалады. Егер шелпектің ортасы осылай көтеріліп кетсе, шанышқының немесе кекпірдің көмегімен ортасын басамыз. Міне әдемі көтеріліп жатыр. Енді аударамыз. Асты қызарды. Міне біздікі пісіп шықты. Барлық шелпектерді осылай пісіріп аласыздар. Орташа отқа қойыңыздар, қатты отқа қоймаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңызда осылай керемет болып көтеріліп шығады. Өте жұмсақ, дәмді, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойды ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге көріп, бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Істеп көріңіздер, ас болсын.